Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің тақырып мамандықтар әлемінде. Жалпы бізде бүгінгі сабақтың мақсаты ол мамандық таңдау мәселелерін белсенді арттыру және мамандық әлемі туралы ақпарат алу арқылы және өзін тану шекарасын кеңейту арқылы мамандық бағытын таңдауға жауапты шешім қалыптастыру болып табылады. Балалар, бүгінгі сабақта сіздермен бірге біз жалпы бастамас бұрын мен Әл-Фарабидің сөзінен бастағым келіп тұр. Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз. Балалар, жалпы тапсырмаға көшетін болсақ, қазір сіздерге суреттер көрсетіледі. Сол сурет бойынша мамандықтарды анықтайсыздар. Сурет бойынша мамандықты анықтайсыз. Суретте қандай мамандық көрсетіледі? Дәрігер. Дәрігер. Жақсы. Келесі мамандық? Офис жоқ, кішкене жақында қалдыңыз, бірақ офис емес. Архитектор жоқ. Секретарь. Банкир жоқ, банкир жоқ. Программист. Программист жоқ. Бизнесмен. Суреттеріне мұқият қараңыздар. Мынау мысалы калькулятор тұр, есептеуіш құралдар. Бизнесмен. Бухгалтер. Айнытпай келбетін, салатын кім суретін? Дизайнер. Жоқ. Суретші. Келесі. Қалпаға ақ қарасаң, дәрігер емес, бірақ ол дәм мәзірін қаласаң. Қол көтеріп жауап берейік балалар. Ал келесі. Жолының көп азабы, сонда дағы тынбайды. Жаңалықты жазады, көпшілікті тыңдайды. Немесе тілші. Дабылға тез жететін, жалынға сүңгіп кететін. Қақалса да түтінге, тайсалмайды. Енді тапсырма үшке кезекпелейік. Үшінші тапсырмада балалар әр оқушы менің болашақ мамандығым атты шығарма жазсын. Ал шығарма жазамыз. Немесе өздеріңіздің ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Шығарма. Мен өскенде, мысалы, заңгер болу керек. Себебі әрбір өздерін жалғастырып айтамыз. Кәне? Мен өскенде спортсмен болғым келеді. Өйткені өзімді қорғау үшін, отбасымды қорғау үшін, және де барлық адамдарды қорғау үшін. Маған қатты ұнайтын мамандық ол спорт. Жақсы, жарайсыз. Ал тағытым бар оқитын. Ал жаз. Мен өскенде сатушы боламын. Киім, азық-түлік, аяқ киім, шай тағы да басқа. Менің ойымша сатушылардың айлығы көп. Жақсы. Ал келесі кім? Жарайсыздар. Жақсы. Келесі. Менің мамандығым дәрігерлер адамның өмірін сақтап қалады және адамдардың ең басты қауіпін емдейді. Мен болашақта заңгер мамандығы болуды армандаймын. Бұл менің ерте кезінен бастап келе жатқан арманым болып саналады. Өйткені мен адамның құқықтарын қорғағым келеді және бұл мамандық әділеттікті қорғайды. Сондықтан да мен заңгер болуды армандаймын. Мен өскенде полиция болғым келеді. Өйткені елді ұрлықтан қорғап, ұрлықшыларды түрмеге қамап, ұрлық бермеуге жол берем. Мен елді ұрлықтан қорғауға ант берем.